Саққыш шайнау жынаят, күлімсіреп жүрмеу болса низам бұзушылық. Ауа, алжаспадыңыз. Бүгінгі видеомызда сізді дүниядағы ең өзгеше, әжептәуір һәм кейде күлкілі болған низамлар күтпекте. Айрым жерлерде шошқаға мұзқаймақ берсеңіз, сіз низамды бұзған есапланасыз. Хаттекі өлген адамменен де неке құру мүмкін. Рәсми түрде. Бұл хәзіл емес, бұл хақиқи низамлар. Тайын тұрың, себебі бүгінгі видеомызда сіз бұл растан ба деген сұрауды өзіңізге көп беруіңізге тура келеді. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл. Егерде сіз тайын болсаңыз, басладық. Айымғы Мысырда пышық өлтірілсе, өлім жазасы қолданылған. Себебі айымғы Мысырда пышықлар апуайы хайуан емес, мұқаддес жанзат есапланған. Олар Бастет атлы құдай тымсалы болып, үй, хаяллар һәм қорғау құдайының нышаны еді. Пышықлар жауыз рухлардан, жылан һәм кемірушілерден үйлерді қорғаушы ретінде қадірленген. Сол себеплі пышықты біліп тұрып ямаса, хаттекі күтілмегенде өлтіру үлкен жынаят есапланған. Тарихшы Диодор жазғанындай, айрым жағдайларда адамлар пышық өлтірген адамды патша араласса да тірі қалдырмаған. Пышықлар өлгенде олар мумияланып, инсан сияқты арнаулы жерлеу мәресімдері менен көмілген. Хаттекі пышық контрабандасы да қадаған етілген һәм оларды жасырын алып шығуға әрекет еткендер жазаланған. Ұлыбританияда болса парламентте өлу низамға қарсы деген сөз көп жылдар давамында әжептәуір низам ретінде тілге алынып келген. Бұл сөз бір қарағанда күлкілі сезіледі, бірақ оның артында айымғы рәсми дәстүрлер һәм протокол талапларына байланысты реал тикар бар. Расми тәртіплерге қарағанда, егерде кім Британия парламенті имаратында, әсіресе вице-министр сарайында қайтыс болса, ол мемлекет дәстүрінде жерленуі керек болған. Бұл болса қымбат һәм құрамалы процесс еді. Соның шында парламентте өлу мүмкін емес деген сөз қалыптасады. Һәм кейінірек болса, бұл низамға қарсы деп әзіл тәрізде айтыла бастаған. Бұл бойынша ешқандай жазба низам жоқ. Британия низамлар комплексінде де бұндай бәнд болмаған. Бірақ та ең әжептәуір низамлар тізімінен орын алып, халық арасында кең тарқалған. Айымғы Қытайда, әсіресе 7-ші ғасырдегі Тан династиясы дәуірінде мемлекет басқаруында қызмет етуді қалегенлер үшін императорлық имтиханларын өткерер еді. Бұл имтиханлар жүда құрамалы болып, оларды тапсыру арқылы апуайы инсан, хаттекі жоғары лауазымға көтерілуі де мүмкін болған. Соның себебінен бұл имтиханлар жүда қатаң қабыл етілген, хаттекі діни дәстүр дәрежесінде өткерілген деу мүмкін. Имтиханлар тикарынан классикалық Қытай әдебиеті, философия, Конфуций талиматы һәм рәсми жазуларға арналған. Оларда қандай да бір грамматикалық ямаса жазудағы қателік апуайы қателік емес, бәлкі інтизамсызлық һәм мемлекет алдындағы бейпарқлық ретінде бақаланған. Тан династиясы дәуірінде сондай жағдайлар болған. Грамматикалық ямаса стилистикалық қателік істеген студентлер имтиханнан шеттетілген. Кейде болса ғалабалық қамшылануға да себеп болған. Бұндай жазалар менен система ілімге һәм әдебиетқа болған терең хүрметті тәминлеуді көздеген. Бұл жағдай бізге айымғы Қытайда тек қана сауат, бәлкі жетіскерлік дәрежесінде сауатлылық талап етілгенін көрсетеді. Бүгінгі дәуірде бұл біраз әжептәуір түйілуі мүмкін, бірақ сол дәуірде бұл мемлекетке қызмет етуге лайық болу критериясы еді. Ал айымғы Грецияда болса, низамға қарсы қарар қабыл еткен саясатшы өз денесінде жауап берген. Егер саясатшы қандай да бір қарар қабыл етіп, халық зиян көрсе, оны жазалау үшін денесінде жазалаушы жауап жазуы жазылатұғын ямаса сүргін етілер еді. Айымғы Грецияда, әсіресе Афина демократиясы дәуірінде саясатшылар халық алдында тікелей жауапкер болған. Яғни олар тек қана низам шығарып қоймастан, бәлкі бұл низамлар халық мәпіне қызмет етуін де тәминлеген. Сол себеплі де низамға қарсы һәм халыққа зиян жеткеретұғын қарарларды қабыл еткен саясатшылар жазасыз қалмаған.
Егер де саясатчы өз лауазымынан пайдаланып, халыққа материалдық һәм социалдық тараптан зиян жеткерсе, ол қатаң түрде жазаланған. Бұндай жазалар әдетте оны кемсіту, денесіне зиян жеткеру һәм ең көп ұшырасатығын сүргін қылу болған. Ең атақлы ұсулардан бірі асткаризм болып, бұнда халық дауысы менен сол инсан 10 жылға шекем қаладан шығарып жіберілген. Бұндай тәртіптер арқылы афиналықлар саясатшыларды хәддінен аспауға һәм халық сеніміне мүнәсіп болуға мәжбүр еткен. Бұл система демократиялық басқарудың ерте формасы болып, саяси жауапкершілік идеясы әйне міне бұл жерде терең тамыр жайған. Нәтижеде айымғы Греция тарихында саяси жетекшілік жеңілдік емес, бәлкі үлкен жауапкершілік болған. Енді Россияда болған өзгеше низамлардан бірі шаш кесу салығы хақында айтсақ. 1700 жылдарда Петр бір заманында ер адамлар мұрт һәм сақаларын алуға мәжбүр болған. Яғни сол уақытта мемлекетті түптен реформалауға кіріскен дәуірде сыртқы көрініс те бұл өзгерістерден шетте қалмаған. Батысқа тән болған ұсул һәм мәдениетті енгізуге қатаң бел байлаған Петр рус ер адамларының мұрт һәм сақал менен жүруін артта қалғанлық белгісі деп есаплаған. Сол себепле ол арнаулы пәрман шығарып, әрбір ер адам сақалын алдыруға мәжбүр етілген. Егер де алдырмауды қалегенлер болса, арнаулы салық төлеп, медал ямаса үжет көрінісіндегі рұқсатнама алуы керек болған. Бұл рұқсатнамада сақал салығы төленген деген жазу болған. Һәм адамлар оны қасында алып жүруге мәжбүр еді. Бұл тәртіп тек қана сыртқы көрініске тәсір етіп қоймай, бәлкі мемлекет бюджетін толтыру құралы да болған. Сол арқылы Петр бір халықтың әрбір қатламына модернизация зәрурлігін сездірмекші болған. Сол дәуірде сақал қою тек қана жеке таңлау, бәлкі ақшаға байланысты социал құқық ретінде қаралған. Бұл реформа Россияның батысқа жүзлену саясатының нышанлық тымсалына айланған. ақш-тың Алабама штатында болған ең өзгеше һәм хайран қалдыратығын низамлардан бірі шошқаға мұзқаймақ вафлисін беру қадаған етілген. Ауа, бұл низам рәсми құжетлерде бар болған, һәм айрым құқуқи деректелерде елеге шекем тілге алынады. Бұл низамның қашан һәм не себептен енгізілгені анық емес. Айрым болжауларға қарағанда, жәмиеттік орындарда ғайритәби мінез құлықтарды шектеу мақсатында пайда болған болуы мүмкін. Басқа версияларда болса, бұл низам тек қана хәзіл тәрізлі, ямаса рәсмийлестірілген, бірақ әмелде қолданылмаған норма ретінде қаралады. Әр қандай жағдайда да бұл низам бүгінгі күнде әмели ахметке ие емес, бірақ ол Америка тарихындағы ең әжептәуір низамлар тізімінен орын алған һәм көплеген юрисдикцион курьезитлер, яғни қызық низамлар адлы жинақларда еслеп өтілген. Гумансыз бұл жағдай низамлардың кейде тұрмыслық зарурат емес, бәлкі тарихи ямаса мәдени контекстте қалыптасуын айқын көрсетеді. Флорида штатының айрым аймақларында болса, бейкаршы һәм жұмыссыз болған аялдар екшембі күні бокста қатнаса алмаған. Бұл низам ықтимал сол дәуірде діни дем алыс күні болған екшембіде аялдардың физикалық тараптан әрекетленуін шектеу мақсатында қолданылған. Бүгінгі күнде бұндай низам әмелде қолданылмаса да, рәсми құжетлерде бар. Огайо штатында болса, балық тұту уақытында спиртлі ішімліктен пайдалану қатаң түрде қадаған етілген. Бұл бірінші нәубетте жәмиеттік қауіпсіздік һәм табиатты қорғау мақсатында енгізілген болуы мүмкін. Яғни мәз халда балық тұту тек қана өзіңізге, бәлкі басқаларға да қауіп тудыруы мүмкін деп есапланған. Бұл низам кемнен кем жағдайда қолданылса да, елеге шекем рәсми күшке ие. Екі низамда оқығанда күлкілі сезіледі, бірақ олар өз дәуіріндегі социал һәм мәдени нормаларды сәулелендіреді. Бүгін олар көбірек құқуқи тарихтағы ғайритәби низамлар ретінде еске алынады. Францияда айрым жағдайларда қайтыс болған адамменен некеленуге низам менен рұқсат етілген. Бұл жағдай постум неке деп аталады, һәм ол тек президенттің рұқсаты менен әмелге асырылады. Бұл әжептәуір түйілген низамның негізі 1959 жылға барып тақалады. Сол жылы Францияда күшлі су тасқынлары жүз берген һәм бір француз әскері қайтыс болған. Оның болашақ өмірлік жолдасы президент Чарль де Голға мұражат етіп, қайтыс болған жақсы көрген инсаны менен некеден өтуге рұқсат сұрайды. Президент бұл қалеуді хүрметпенен қабыл етеді һәм рұқсат береді. Сонан кейін бұл жағдай бөлек низам ретінде тән алынады. Некеден өтпекші болған тірі инсан арнаулы арза
менен мүрәжаат этеді. Һәм егер неке қайтыс болған инсан менен тірі уақытында жобаластырылған болса, мемлекет оны тасдиқлауы мүмкін. Бүгінгі күнде бұндай некелер кемнен кем ұшырасса да, олар бақытсыз жағдайларда қайтыс болған инсанның ар намысын сақлау һәм мұхаббаттың тымсалы ретінде юридикалық күшті иелеуі мүмкін. Японияда болса, жүдә семіріп кету бұл низамға қарсы. Яғни оларда 2008 жылда метабо низамы деп аталған арнаулы низам қабыл етілді. Бұл негізінен адамлардың бел өлшеміне байланысты. Яғни бұнда ер һәм хаял адамлардың бел өлшемі шекленген нормада болуы керек деп белгіленген. Мысалы, ер адамларда бел 85 сантиметр, ал хаялларда болса 90 сантиметрден артпау керек. Егерде кім осы белгіленген нормадан артқан адамды жұмысқа алса, сол шөлкем ямаса компания жаримаға тартылатұғын болған. Бұл низам семірушіліктің алдын алу һәм жүрек қан тамыр кеселіклерін азайту үшін енгізілген. Японияда саламат тұрмыс тәрізіне үлкен итибар беріледі, және бұл низам адамларды көбірек әрекет ету һәм саламат ауқатлануға үндеу үшін қабыл етеді. Адамлардың өздерін жасаламайды, бірақ жұмыс беретұғынлар оларға денсаулық бойынша жәрдем көрсетуі шарт. Ал Венеция майданларында болса, кептер бағу жаримаға себеп болады. Әсіресе Сан-Марко майданы сияқты атақлы орынларда бұл жұмысты істеу низам менен қадаған етіледі. Себебі онда кептерлер жүдә көп болып кеткен, һәм олар тарихи имаратларға зиян жеткереді. Олар диуаларды патаслайды, естеліклерді жеміреді һәм имаратлардың дүзілісін бұзады. Осының себебінен жергілікті үкімет бұл құсты бағуды жаримаға себеп болатұғын низам менен шегілеп қойған. Егерде кім майданда кептерлерге дән салса, ямаса оларды біліп тұрып бақса, пұл менен жазаланады. Бұл қарар Венецияның әйемгі гозаллығын сақлау һәм саяхатшылар қауіпсіздігін тәмінлеу үшін қабыл етілген. 1992 жылда Сингапурда саққыз сату, шайнау, ямаса таслап жіберу низам менен қадаған етілген. Ал бұл низам болса қаланы таза сақлау үшін енгізілген. Бұнан алдын адамлар көшелерде, лифтте һәм жәмиетлік орынларда саққызды жабыстырып кететұғын болған. Ал бұл болса кейіншелік бірнеше машқалаларға себеп болған. Соның үшінде үкімет бұл бойынша қатаң қарар қабыл етеді һәм саққыздан пайдалануды қадағалайды. Тек айрым жағдайларда, мысалы медициналық мақсатлар үшін шегуді таслауға жәрдем беретұғын саққызларға рұқсат беріледі. Егер кімдір қағиданы бұзса, үлкен жарима төлейді. Бұл низам себеплі Сингапур бүгінгі күнде дүниядағы ең таза қалалардан бірі есапланады. ақштың Калифорния штатында құрбақаны өлтіріп, оны жеу мүмкін емес. Егер кімдір оны аң етіп тұтса да, көшін жеу низамға қайшы есапланады. Себебі Калифорнияда құрбақалар айрым жағдайларда үй хайуаны ретінде көріледі. Бұл низам хайуанларды қорғау һәм табиатты асырау мақсатында енгізілген. Сол себеплі құрбақаны тек ilmiy ямаса экологиялық мақсатлар арқылы рұқсат пенен тұту мүмкін, бірақ оны жеу қатты қадаған етіледі. Ал Испанияда болса сиеста, түстіліктен кейінгі ұйқы дәстүри мәдениет есапланады һәм айрым уалаятларда хаттекі низамлы жақтан қорғалады. Испанияда сиеста деп аталған адамлар түстіліктен кейін қысқа уақытқа ұйқылайды, ямаса дем алады. Ыстық ауа райы һәм тыныш тұрмыс тәрізі себеплі бұл әдет Испанияда кең тарқалған. Айрым кіші қалаларда хаттекі дүканлар һәм мекемелер түстен кейін бірнеше саатқа жабылады. Айрым уалаятларда сиеста низамлы тәріптен қорғалған, яғни адамлар бұл уақытта тыныш дем алуы үшін шауқым қылу, ямаса жұмыс баслау қадаған етіледі. Бұл әдет испанлардың саламатлыққа һәм тыныш тұрмысқа болған итибарын көрсетеді. Швейцарияда болса түнде қажетханада суды ағызу қадаған етілген жағдайлар бар. Егер сіз көп қабатлы үйлерде жасасаңыз, түнде саат 10-нан кейін қажетханадағы суды ағызу мүмкін емес. Бұл низам қоңсылардың тыныш ұйқылауына кесент етпеу үшін қабыл етілген. Швейцарияда адамлар тыныш һәм тәртіпке жүде итибар менен қарайды. Сол себеплі хәтте кіші шауқым да машқалы болуы мүмкін. Бұнда қағидалар әдетте қадаған етілмесе де, атрапындағы нысаларға құрметпенен қаралады. Ал енді Италиядағы өзгеше низам хақында айтсақ. Алдын мемлекеттің Милан қаласында жәмиетлік орынларда адамлар күлімсіреп жүруі керек еді. Низамға көре олар жақсы кейпетті жүруі керек болған. Тек қана айрым жағдайларда, яғни жерлеу мәресімінде һәм кесел болғанда ғана бұған рұқсат берілген. Бұл қағиданың мақсаты қала халқын ұнамлы һәм
жақсы кейпиятты жүруге үйрету болған. Бүгінгі күнде бұл низам әмелде қолданылмайды, бірақ та Милан тарихындағы ең өзгеше тәртіплердің бірі сипатында еске алынады. Таиландта патша суреті басылған пулларды жерге тастау ямаса құрметсіздікпенен қатынаста болу жинаят есептелінеді. Егер де пул күтілмегенде жерге түсіп кетсе, оны аяқпенен басу ямаса тебу бұл патшаны кемсіту деп қаралады. Таиланд заңдарына көре патша шақсы һәм орны мұқаддес. Оған қарсы әр қандай құрметсіздік үшін үлкен жарима ямаса тұтқынға алу, қамақ жазасы белгіленген. Сол себепле адамлар пулды абайлылықпенен істетеді, һәм жерге түскен болса да оны құрметпенен алуға әрекет қылады. Ал Жаңа Зеландияда болса 100 жасқа толған юбилей бөлек уақия есептелінеді. Егер кімде-кім 100 жасқа кірсе, бұл байрамды мемлекеттен рұқсат алмастан өткеру мүмкін емес. Себебі бұндай әләжлар рәсми тізімге алынады, һәм әдетте үкімет тарапынан құттықтау хаты ямаса сыйлық жіберіледі. Егер бұл юбилей рұқсатсыз байрамланса, низам бұзылуы есептелінуі мүмкін. Бұл тәртіп юбилейлерді рәсмилестіру һәм тәртіпке салу мақсатында енгізілген. Ал Норвегияда болса, қайтыс болған адам атынан сайлауда дауыс беру қадаған етілген. Бұл хәзір жүдә күлкілі түйілуі мүмкін, бірақ алдын кейде мархумлар атынан дауыс берілген жағдайлар да болған. Сол себепле үкімет арнаулы низам қабыл етіп, бұл жағдайларға қатаң шек қойған. Яғни келесіде тек тірі һәм тізімге алынған бұқаралар ғана сайлауда қатынасуы мүмкін. Бұл низам сайлау процесін әдалатлы һәм ашық сақлау үшін енгізілген. Германияда әсіресе автобан деп аталатығын тез әрекетленетіғын жолда бензинсіз қалу низам бұзушылық есептелінеді. Егер де сіздің жанлығыңыз таусылып жол шетінде тоқтап қалсаңыз, бұл айдаушылық бейпаруалығы сипатында бақаланады. Сондай жағдайда айдаушыға жарима салынады. Ал бұл низам болса жол әрекетін қауіпсіз сақлау үшін қабыл етілген. Себебі күтілмегенде тоқтап қалған машина басқа айдаушылар үшін қауіп тудыруы мүмкін. Соның шында Германияда һәмме уақыт жанылғыны тексеріп жүру керек. Данияда жаңа туылған балаға ат қою тәртібі жүдә қатаң есептелінеді. Яғни балаға ат сайлағанда ол ат үкімет рұқсат берген рәсми тізімде болуы керек. Егер ат тізімде болмаса, алдын рұқсат алуы шарт. Мысалы, Google, Batman ямаса басқа өзгеше атлар қадаған етілген. Бұл низам балаларды күлкілі ямаса зиянлы атлардан қорғау үшін енгізілген. Яғни әзірде Данияда пайдалануға рұқсат етілген 7000-нан артық адам атлары тізімде бар. Көргеніңіздей, дүния мемлекеттеріндегі айрым низамлар сол дәрежеде өзгеше һәм әжептәуір. Жоғарыда айтып өткен низамлардың қайсы бірі сізді хайран қалдырды? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың. Және осыған ұқсас пайдалы һәм қызықлы мағлұматларды білгіңіз келсе, каналымызға ағза болуды ұмытпаң. Айтпақшы, және қандай темаларда видео таярлауымызды қалайсыз, оны да комментарийде жазып қалдырың. Айдын каналының жаңа санында көріскенше.